Ынта болса, адамның қолынан келмейтіні жоқ. Дүниені кезіп, ақыретті тапқандарды емес, ақыретті іздеп, дүниені тапқандарды көрдік. Көп сөйлеуді тастаған адамға даналық беріледі де, басқалардың кемшілігін іздеуді тастаған адамға өз кемшіліктерін түзеуге мүмкіндік беріледі. Адамдар ортасында сұрақ сұралмаса, жөнсіз сөйлеме. Жастық шағыңда білімге ұмтыл, өйткені жастық шағың көңіл зейінің таза болатын сәт. Әрдайым Алладан қорқ, аманатты орында, адамдарға үгіт насихат жаса. Ешкімді өзіңнен төмен санама, өз орныңды білгеніңдей, басқалардың да орнын, қабілетін тани біл. Білімсіз адамдармен, әсіресе діни тақырыптарда талас-тартысқа түспе. Пікірталас ережесіне бағынбайтындармен және таластан пайда көздейтіндермен тартыспа. Біреу сенен сұрақ сұраса, нақты жауап бер. Көп мәлімет бермек болып, сөзіңді шашыратып алма. Кәсіпсіз, нәсіпсіз, 10 жыл қалсаң да, білімнен бет бұрма. Шәкірттеріңе өз балаңдай мейірлен. Олардың білім ғылымға ынтасы артсын. Адамдардың айыбын іздеме, керісінше жақсылықтарын көр. Тек діни тақырыптарда ғана қатерлі көрінсе, көргендеріңді басқа адамдарға одан сақтанып, еріп кетпеулері үшін ғана айт. Бұл мәселеде ешкімнің байлық билігінен сескенбе, ешкімді дінді бұзуға, бидғаттарды құптауға дәті бармайтын болсын. Өйткені бұл мәселеде сенің әрі діннің жәрдемшісі Алла тағала болады. Басқалардан артық құлшылық жасауға құлшын. Ілімнің жемістері бойыңнан көрінсін. Әрдайым Алла тағалаға қалай көрінгің келсе, адамдарға да солай көрін. Пікір таласқа түскенде қорқақ болма. Әйтпесе білгеніңді шатастырып аласың. Тілің күрмеленеді. Көп күлуден сақтан, өйткені ол жүректі өлтіреді. Сабырлы, байсалды бол, табансыз тайғақ болма. Ісіңді асығыстыққа бой алдырма. Жеке қалғаныңдағыдай, адамдар арасында да Алланы есіңе ал. Өзің үшін өмір сүрсең, айналаңдағылардың көңілі тоқ. Ал өзгелер үшін өзіңді құрбан етсең, оның үшін олардан мақтау естігің келсе, онда ешкімнен де рахмет естпейсің. Өзің де бақытты бола алмайсың. Қанша досың бар екенін білгің келсе, жетістікке жетіп көр. Өзіңе дұшпан арттырғың келсе, ақыл айт. Айтқан ақылың неғұрлым үлкен болған сайын, дұшпаның да соғұрлым мықты бола түспек. Бойыңдағы қызғаныштан арылғың келсе, өзіңнен жоғары адамдармен санаспай, өзіңді өзіңмен ғана салыстыр. Өзгеге пайдалы болғың келсе, өзің үшін өмір сүр. Баланы қалай дұрыс тәрбиелеу керек екенін білмесең, оны еркіне жібер. Біреу саған ақмақсың десе, онымен келісе сал. Сізге бақытты болуға кедергі келтіретін 3 нәрсе: қорқыныш, қызғаныш және өзіңді кінәлі сезіну.
Егер саған өмір сүру қиындық тудырып жүрсе, демек сен дұрыс жолда емессің. Сөз тәрбие бермейді. Ата-аналар өз балаларын сөзбен тәрбиелеймін деуі қате. Балаңды тәрбиелегің келсе, оған дұрыс өмір сүруді ісіңмен көрсет. Балам бақытты болсын десең, алдымен өзің бақытты бол. Адам өзі неғұрлым ақ көңіл әрі мейірбан болған сайын, ол өзгелерден де соны байқайды. Солай болғанда ғой деген сөзден артық қайғылы сөз жоқ. Біздің көпшілігіміз өзіміз емеспіз. Ойымыз өзгелердің пікірі, өміріміз қорғаныш реңі, ал іңкәрлігіміз дәйек сөздер. Ерік-жігерің мен күшің барда еңбек қыл, сонда қазынаға тап боласың. Тілің таза болсын десең, жүрегің таза болсын. Себебі сөз жүректен шығады. Сенен жерімейтіндей жақын бол. Сені ұмыта алмайтындай алыс бол. Өмірге келген соң бәрі тіршілік етеді. Бірақ нағыз өмірдің дәмін сезетіндер тым аз. Фантазия білімнен де маңыздырақ, өйткені білімнің шегі бар. Қазіргі күндегі ең басты қатер әрекетсіздік. Ең кедей, ең бақытсыз, ең сәтсіз адам ертең сөзін көп қолданатын адам. Тыңдау сөйлеуден маңызды. Егер бұл шындық болмағанда, біздің екі құлағымыз бен бір аузымыз болмас еді. Көп адам жаңа мүмкіндіктер мен жаңа ойларды тыңдап, сосын пайдасына асырудың орнына аузымен ойлап жағаласуды біледі. Сұрақ қоюдың орнына қарсы пікірін білдіруге шебер. Бір ретте құламай сәби жүруді үйренбейді. Себебі біз жүруді құлай-құлай үйренеміз. Бизнестің жолы да солай. Неліктен қоғамның көп бөлігі ауқатты адамдардан тұрмайды? Себебі олар жеңілуден қорқады. Ал жеңіс тұғырынан көрінгендер жеңілістің де дәмін татқандар. Сәтсіздік ол жетістікке жетудің бір жолы. Сәтсіздікке жолағысы келмейтін адамдар жеңіске де жете алмайды.